Қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, бар болғаны 10 минутыңызды алатын керемет таңғы ас дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк басып, және де пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді де жаса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге нан немесе батон қажет болады. Нанымызды алып, осылай ұсақ бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осылай үзіп, ұсақ бөліктерге бөліп аламыз да, оның үстіне жаңағы 3 жұмыртқамызбен сүтімізді және де дәміне қарай тұз, дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлық жеріне жаңағы жұмыртқамыз бен сүтіміз, яғни массаларымыз араласуы керек. Сол үшін жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді табамызды алып, оны сұйық маймен осылай майлап шығатын боламыз. Содан соң оның үстіне жаңағы нанымызды саламыз да, осылай күрекшенің көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Енді оны газымызге қойып пісіріп алатын боламыз. Бірінші жағын пісіріп алып, екінші жағын крышкасымен осылай аударып аламыз да, екінші жағын пісіріп аламыз. Содан соң оның бетіне мен колбаса мен сырды пайдаландым. Яғни шұжық пен ірімшікті салып, тағы да екінші бетін шамамен 5 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әрине баяу отта, барлық отына қоймаңыздар, әйтпесе күйіп кетеді. Осылай маған кішкене қызарып, кішкене сәл күйіңкірегені ұнайды. Сол себепті осылай пісірдім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша әрине. Сонымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Бар болғаны 10 минутымды алды. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.